Сәлем достар, сіздермен бірге тәтті әлем. Бүгін біз сіздермен өте сочный тауық қанаттарын жасайтын боламыз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ол үшін тауық қанаттарын жақсылап тұрып жуып аламыз. Артық қылтандарынан тазартамыз. Үстіне бір қасық тұз саламыз. Жарты ас қасық бұрыш саламыз. Үстінен 2 ас қасық кетчуп саламыз. 2 ас қасық майонез саламыз. Үстінен соевый соус қосамыз 1 қасық. Содан соң осындай сладкий чили соусынан 1 қасық қосамыз. Дәмін өте керемет қып шығарады. Осының үстіне 1 қасық таза балдан саламыз. Және де жарты лимонды жақсылап тұрып үстіне сығамыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін осылайынан жақсылап тұрып 1 келкі болғанша дейін араластырамыз. Араластырып алған маринадымызды 1-1,5 сағатқа тындырып бетін жауып қоямыз. Жақсылап тұрып ауа кірмейтіндей етіп жауып қойыңыздар. Келесі кезекте противенімізға пергамент қағазын төсеп, үстіне тауық қанаттарын саламыз. Ішіндегі барлық маринадты толығымен салыңыздар. Сонда сіздердің маринадтарыңыз өте сочный болып шығады. Осы қанаттардың барлығын противенге 1 келкі етіп орналастырып алыңыздар. Енді 180 градуста қанаттарымызды пісіріп аламыз. Мінекей, қанаттарымыз толықтай пісіп шықты. Қараңыздар, қандай сочный. Дастарханға кез келген гарнирға қосып берсеңіздер болады. Міндетті түрде отбасыңызға, балаларға ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.